Мгм. Тағы да қайырлы кеш, құрметті оқушылар. Бүгін біз жалпы бекіту сабағын жасаймыз. Натурал сандардан бастап, барлығын білесіздер. Бір естеріңізге визуалды түрде түсіріп өтейін. Білесіздер, натурал сандар күнделікті өмірде санауға қолданылатын сандар екендігін. Бірден бастап шексіздікке қарай кетеді. Бүтін сандар дегеніміз минус шексіздік пен плюс шексіздіктің арасында нөл де кіретіндігін білесіздер. Жарайды, беске бөлінгіштік қасиеті мынау: бүтін сандар, бөлшек сандар, оң сандар, теріс сандар, жұп сандар, құрама сандар барлығы естеріңізде. Біз тағы нені қайталауымыз керек? Санның бөлігін табуды, бөлігі бойынша санды табуды да білесіздер. Жұмыс, өнімділікке қатысты есептерді, және бассейнді босату болса егер де, мына толтыратын болса, ол түсінікті қосылады. Ал босату болған жағдайда, ол 6 сағатта босатады десе, онда біз керісінше азайтамыз. Сағат тілін, бұрыштарын, минуттық тілі мен сағаттық тілі арасындағы бұрыштарды табу формуласын білесіздер, скрин жасап алыңыздар. Тағы да пропорцияны білесіздер. Пик формуласы, мынандай есептер келіп қалса, ішкі нүктелердің санын санап, сыртқы нүктелердің санын санап, ішкі нүкте қосылған, сыртқы нүкте бөлінген 2 азайту 1. Осы формулаларды скрин жасап отырыңыздар. Керек формулалардың бірі. Және дөңгелектің ауданы шеңбердің ұзындығы жатқа білесіздер, сіздер үшін ол оңай болып қалды қазір. Өзендегі қозғалыс, ағыспен болғанда меншіктіге ағыс қосылады, қарсы болғанда меншіктіден ағыс азайтылады. Ағыс жылдамдығын табу үшін ағыспен жүргендегі жылдамдықтан ағысқа қарсы жүргендегі жылдамдықты азайтып 2-ге бөлем. Меншікті жылдамдықты табу үшін ағыспен жүргендегі жылдамдыққа ағысқа қарсы жүргендегі жылдамдықты қосып 2-ге тағы да бөлемін. Шектеусіз периодты ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру. 9-дан 7, 97, 99-дан 23 бұл таза болған жағдайда. Мына бетті де скрин жасаңыздар. Бұл туралы көп айтпаймын. Тек қана бір көз алдыларыңызда қайталап отыру үшін. Даусым шығып тұр ма, балалар? Даусыңыз жоқ дейді. Даусым шығып тұр ғой, Так, чатты бір ашайыншы. Даусым естіліп тұр ма? Болат Ерасыл, сізге неге даусым естілмей тұр? Даусым естіліп тұр, Әрі қарай кеттік. Және болды, осыларды бір формулаларды бір қайталап көрсетіп өтейін дегем. Енді жаңа бір оқушы сұрады: апай, неге мына есептің зеректе 47-ші нұсқа екен? Қазір қай нұсқа екен? Соңғы нұсқалардың бірі, неге есептің шығарылу жолы жоқ деп маған скрин жіберген екен. Так, қазір көріп жібере салайын. Бестен 9. Осыған ұқсас бір есептің шығарылу жолы жоқ екен. Осы есепті түсіндіріп жіберейін. Сол оқушы үшін аты кім екенмен де белгісіз, жазылып тұрған жоқ. Бақта алмұрт, алма, алмұрт және лимон ағаштары өседі. Алма ағаштары бақтағы барлық ағаштың 9-дан 4-ін. 1-ден 9-дан 4-ін, 9-дан 4x деп ойлап тұрмыз. Ал алмұрт ағаштары, алма ағаштарының 3-тен 1-і, 9-дан 4-тің 3-тен 1-і, 27-тен 4. Енді лимон ағаштары қанша бөлігін алатындығын білмей тұрмыз, Бөлімін 27-ге келтіріп алсам, 27-тен 12, мынау 27-тен 4, онда 27-тен 12-ге алма ағаштарына алмұрттарды 27-тен 4-ті қоссам, 27-ден 16. 27-тен 16, Демек, бізде әр жағында қалды 27-ден 11 бөлігі, ол лимон ағашының бөлігі деген сөз, Енді лимон ағаштарының саны алмұрт ағаштарынан 35-ке артық. Лимон ағаштарының саны 27-ден 11 бөлік, ол азайту 27-ден 4 тең 35-ке деп ойлайықшы, 35-ке артық болып тұр. Сонда 27-ден 7 дегенім, 7 бөлік, бұл 35-ке тең болып тұр. Значит, 7 бөлік 35 болса, 1 бөлік ол 5-ке тең деген сөз. Онда 27 бөлігім, 7 бесім 35, шойда 135. Демек, бақта барлығы 135 ағаш бар деген сөз, Бөлік, яғни бөлік санның бөлігін табу
сол бойынша оп оңай есепті шығара салдым. Мынау алманың 1/3 бөлігі, әрі қарай қалған бөлік ол лимонға тиесілі деген сөз. Лимон алмұрттан 35-ке артық болып тұр. Лимонның бөлігінен алмұрттың бөлігін азайта салдым. Енді мен сіздерге жалпы қандай есептерді түсіндірдім деп ойлап, сол түсіндірмеген бір тақырыпты бүгінгі сабақта бекітіп айтып бере салайын деп шештім, иә. Бұрыштарға қатысты есептер. Өте мұқият тыңдайық. Мен сіздерге көп мынау туралы айттым. Параллель 2 түзуді үшінші бір түзу қиғанда дегенді, иә. Айқыш, ішкі бір жақты, сәйкес бұрыштар пайда болатындығын. Мысалы, мына жердегі бұрыштың шамасы 60 градус болса, сыбайлас арқылы екінші жағын табамын 120 градус, вертикаль арқылы мына жақты табамын қайтадан 60, мынаған вертикаль қайтадан 120. Ішкі бір жақты бұрыштардың қосындысы 180 болу керек деп айттым. Онда қайтадан мынау 60 градус, сыбайлас арқылы екінші жағы 120 градус, вертикаль арқылы 60, мынау 60. 120 дегенде. 120 вертикаль арқылы. Сонда біз білдік. Ішкі бір жақты дегеніміз жасыл түспен, ол міне 120 мен 60 ішкі бір жақты. Мына С түзуінің екінші жағы бойынша 60 пен 120 ішкі бір жақты. Енді басқа түспен көрсетейін. Айқыш бұрыштар 120 мен 120 айқыш бір-біріне, 60 пен 60 айқыш бір-біріне. Міне бұлай айқасып тұр. Айқыш бұрыштар тең болады. Және көк түспен көрсетейін. Сәйкес бұрыштар 60-қа сәйкес мына жақтағы 60, 120-ға сәйкес мына 120. Қайтадан 60-қа сәйкес 60, 120-ға сәйкес 120. Бұны уже жаттадыңдар. Енді бұдан бөлек параллель тағы да 2 түзу бар. Сол параллель 2 түзуді 3-ші және 4-ші түзулер қиып өтті. Сол кездегі пайда болған ішкі бұрыштардың қосындысы 360 градусқа тең болады екен. Яғни осындай суреттер келіп қалса, сендер жаңағы мына жақтан егерде тағы да параллель түзу жүргізіп жүріп тауып отырмай-ақ бірден таба салсаңдар болады. Осы 3 бұрыштың қосындысы 360 градусқа тең болады. Мына ережені скрин жасап алуларыңа болады. Қазір мен соған практикалық тұрғыда есептер көрсетемін. Түсінікті, яғни жаңа ғана айттық, 3 бұрыштың қосындысы 360 градусқа тең. Демек, альфа тең 360 градустан азайтамын. 140-қа қосып 100-ді, 240 градусты, демек, альфа 120 градусқа тең деген сөз. Онда альфаның шамасы 120 градус. Түсінікті. Келесі, яғни бізге суреттер, есептер оп-оңай жаңағы суреттегідей бола қалмайды. Геометрияда біз түзулерді өзіміз соза алуымыз керек, және қосымша көмекші түзулерді өзіміз соза алуымыз керек. Мен созып алдым. Онда сыбайлас арқылы мына 20 градустың бер жағында 160 градустың бар екендігін білем, 160 градус. Енді жаңағы ережеге қайта ораламын. Мына 2D1 және D2 түзулері бір-біріне параллель болып тұр ғой. Демек, мына үшеуінің қосындысы 360 градус шығу керек. Альфаны табу үшін тағы да 360-тан азайтамын. 160-қа қосып 70-ті, 220, 230 градусты. Демек, 130 градус шығады екен. Альфаның шамасы 130 градусқа тең. Тағы бір есеп көрейік. Тағы да біз альфаны табуымыз үшін өзім қосымша сызық жүргіземін. 150-дің бергі, даже 150-дің бергі жағын табудың да қажет жоқ екен ғой. Мен мұндағы бұрышты тапсам, например, беттаны тауып алсам, демек, 360 градустан азайтамын
150-ге 160-ты қосып 260, онда бетта бізде 100 градусқа тең деген сөз. Онда альфа сыбайлас бұрыш бойынша, немесе жазыңқы бұрыш бойынша 80 градусқа тең. Сонымен альфаны таптық. Так, келесі бір қасиет, тағы бір сендер білу керек қасиеттердің бірі. Осы ішкі бұрыш бар ғой, ортада тұрған гамма бұрышы, ол екі сыртқы бұрыштың қосындысына тең. Альфа мен беттаның қосындысына тең екен. Қазір есеп бойынша көрейік. Скрин жасап алсаңдар болады мынаны. Просто бұл қасиетті білгендерің сендердің бұрышқа қатысты есептерді шығаруларыңды тездетеді. Иә? Біз егер де қосымша қазір есеп барысында көрсетемін, осылай тұрса, біз есепті шығаратын едік. Егер біз білмесек, біз онда мынаны ортадан біз қосымша бір параллель түзу жүргізетін едік. Айқыш бойынша мына жердің шамасы 2х-қа тең, мына жердің шамасы айқыш бойынша 3х-қа тең, иә? Сонда 2х қосылған 3х ол 100 градус болып тұр. Демек 5х тең 100, х тең 20. Х тең 20 екені шықты, яғни мына жердегі бұрыштың шамасы 40 градус деген сөз, мына жақтағы бұрыштың шамасы 60 градус деген сөз. Міне, 40 пен 60-тың қосындысы 100 градусты беріп тұр. 40-тың бер жағы сыбайлас бойынша 140 градус, 60-тың бер жағы сыбайлас бойынша 120 градус. Көрдіңдер ғой? Былай да орындалып тұр. 140-қа 100-ді қосамын, оған 120-ны қосамын, үшеуінің қосындысы 360 градусты жаңағы ереже бойынша да беріп тұр. Яғни осындай күрделі бұрыштарды табу есептерін шығарғанда, уже сендерге сандық сипаттамадағы да жай математикадағы бұрыштың есептері көздеріңе оп-оңай болып көрініп қалады. Чатты бір рет ашайын, түсінікті болып жатыр ма? Екі қасиетті қазірше көрсеттім. Бұрын біз бұндай қасиеттерді көрмедік, иә? Стоп. Апай тағы түсіндіресіз бе дейді. Келесі есеп бойынша түсіндірейін тағы да. Қараймыз. Альфаны табу керек. 70 градус беріліп тұр мына жерде, СВА, СДЕ 150 градус беріліп тұр. Енді ДЦ-ға қарайықшы. ДЦ-ға қарайық. ДЦ жазыңқы бұрыш деп ойласақ, 70 градустың бер жағы сыбайлас бұрыш бойынша, енді 70-ке сыбайлас болады ғой, 110 градус болады деген сөз. Онда мына жасыл цветпен көрсетем, 110-ның, 150-дің және мына альфаның қосындысы 360 градус болады. Қараңыздар, мен мына затты көрсеткем үнемі. Параллель 2 түзуді үшінші бірақ түзу қияды. Ал мына жерде параллель 2 түзуді бір емес 2 түзу қойып тұр, міне былай қарай. Сондағы менің айтып тұрғаным, балалар, мынау болып тұр. Қараңыздаршы, мына жер альфа, мына жер бетта, мына жер гамма. Осы альфа, бетта, гамманың қосындысы 360 градусты береді. Ал мынаның мына жағында x деп алайын, мына жағы y деп алайын. X пен y-тің қосындысы беттаға тең болады екен. Осы затты көрсеткім келіп тұр. Жалпы оғанға дейінгі, жалпы бүкіл тақырып, натурал саннан бастап функцияға дейінгі бүкіл тақырып, бүкіл есеп мен қамтылды деп ойлаймын. Енді мен есептер құрастырғандықтан, мен уже сендердің полноценно мүмкін болатын бүкіл заттарды көрдіңдер деп ойлап тұрмын. Енді альфаны табамын. 360 градустан азайтамыз 260 градусты. Қайтадан альфамыз 100 градусқа тең болады екен. Міне, тексеріп көрсеңдер болады. 100-дің бер жағы сыбайлас бойынша 80 градус. 110 немесе мынау вертикаль болып тұр мынаған 70 градус. 70 пен 80-ның қосындысы 150 градусты беріп тұр. Көріп тұрсыңдар ғой? Беріп тұр. Скрин жасап алыңдар. Скрин жасап алыңдар. Жақсы. Тақтаға бір оқу үшін шығарып көрейін. Иә.
Айтпай және қосыла ғой. Айтпай және кеше ғана сентябрьде бастап отырған сияқты едік, және сентябрьден бастап қатысып жүр, мен білем, уже міне 7 ай уақыт өте шықты. Айтпай және қосыла ғой. Уф, мен қазір енді жарайды, айтпай және қосыла алмай қалды. Нышанбек Нұрайым қосыла ғой. Сәлеметсіз бе апай? Сәлеметсіз бе? Дайынсыз ғой, иә, есеп шығаруға? Иә. Ал есеп мынандай екен. Бұрыш АБС тең СБД. Онда олар вертикаль. Жарайды, сен суретке қарай ғой, суретке қара, альфаны іздеп жатырсың. Чатта ашамын, есепті шығарып көруге тырысыңдар. Есеп сәл кішкене күрделілеу, қатты күрделілеу емес, шығарып тастайсыңдар деп ойлаймын. Қосымша сызықты өзім жүргізе алуым керек. Альфаны іздеп жатырмын. Мен Бұдан бұған бір параллель бұрыш. параллель жүргізбей ақ қояйық. Нышанбек Нұрайым қарай ғой. Мен БД-ны создым, иә? Мен айтпай жәнемін. Айтпай және, жарайды. Жақсы, еш нәрсе етпейді. БД-ны создым. Енді қараңдаршы, есеп келіп тұр. Есепті қарап шығаратын кезде мен всегда айтам ғой, есеппен танысамын. Мен альфа деген бұрышты іздеп жатырмын. Мен оны мына БДЦ үшбұрышы арқылы табам. БДЦ. Яғни үшбұрыштардың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градус екендігін білем. Онда мен альфаны табу үшін мына жақтағы басқа екі бұрышты табуым керек. Онда 100-ге... 180 айтамыз. Иә, дұрыс айтасың. Себебі жазыңқы бұрыш әрі сыбайлас болып тұр. Онда бұл жер қанша градусқа тең? 80 градус. 80 градусқа тең. Енді маған мына жақтағы бұрышты табу керек, иә, X болып тұрған. Иә, айтпай және. Енді мына екі бұрыштар, ар жақтағы бала шағаның шулаған даусын өшірсеңіз, мына жақтағы екі нүкте, ол мына екеуі бір-біріне тең деген сөз. Яғни ВЦ вертикаль, биссектриса болып тұр. Мына екеуі бір-біріне тең. Енді мынау нешеге тең? Бұл Мынау қайттан 80 болса, вертикаль бол. Мына жер нешеге? 100 100 градус. Иә, өйткені үшбұрыштың сыртқы бұрышы оған іргелес емес жатқан екі бұрыштың қосындысына тең. 80-ге 20-ны қоса салсам, мына жақ 100. Ол үшбұрыштың сыртқы бұрышы болып тұр себебі. Онда бұл жердің шамасы 100 болса, мына 2х нешеге тең болу керек? 100-ге? Неге 100-ге? Ол жаңа ғана айттым. 80-ге. Дұрыс айтасың. Онда x қосылған x менде ол 80-ге тең болу керек. Себебі олар айқыш, иә? Жоқ, ішкі бір жақты олар. Мына x пен айтпай және, мына 100 ішкі бір жақты. Қараш, мынау бойынша. Қызылмен жүргізем қазір. Қалыңырақ қып, міне. Параллель екі түзу. Үшінші бір түзу. Ішкі бір жақты болып тұр ғой енді. Сонда ана екі жақтағы 100. Қосындысы 180 болу керек. Мына жақ онда 80 деген сөз. Онда x нешеге тең? 40-қа. 40-қа тең. Онда міне мына жерді өшірейін. X мына бұрыштың шамасы 40 градусқа тең болды. Енді альфаны таба алам ба? 40 қосу 80, 120, онда альфа тең 60. Дұрыс айтасың. Онда альфа нешеге тең деген сөз? 60 градусқа. Түсіндің бе, айтпай және? Иә. Жақсы. Чатты өшіре тұрайын. 55 деп кім шығарған? Сонымен жауабы 60 болды. Ойбай, Мақсат Ислам, сыбайлас дегенді біз әлі білмейміз бе не? Сыбайлас дегеніміз бір бұрышы, бір қабырғасы ортақ, қалған қабырғалары бір түзудің бойында жататын екі бұрыш. Міне, қалыңырақ көрсетем. Мен мына ортақ қабырғасын басқа түспен алайын. Мен мына жерден екі бұрышты көріп тұрмын.
А, Б, С мына жақта және ВЦД деп ойлайық. АБЦ мен бұрыш АБЦ сыбайлас бұрыш СВД-ға. Міне бір бұрышы бір қабырғасы ортақ болып тұр ғой, мына АБЦ-ның бір қабырғасы ВЦ деген қабырға екеуіне де ортақ болып тұр. Және қалған қабырғалары бір түзудің бойында жатыр. Міне АВ мен ВД қабырғалары АД деген түзудің бойында жатыр. Осы екі бұрыш бір-біріне сыбайлас. Сыбайлас бұрыштардың қосындысы 180 градус. Сонда мына 30 градус болса, бер жағы 150 градус болады деген сөз. Мына жақ 40 градус болса, бер жағы 140 градус болады деген сөз. Мына 10 градус болса, 170 градус болады деген сөз. Түсінікті ғой, иә? Түсінікті. Сонымен жауап бізде қанша шықты? 60 шықты ма? Түсіндік қой, иә? Өте өкінішті, самса басқа туралы айтып отырғандарың 2 күннен кейін емтихан тапсырасыңдар, тыңдап қалыңдар. Так, Есенгелді Нариман, Сайлау Темірлан, Рома деген оқушыны шығарып көрейін. Тақтаға шығам деген оқушыны шығарам. Рома қосыла ғой. Сәлеметсіз бе, апай? Сәлеметсіз бе? Мына жерде бізге белгілі болып тұрғаны БДЕ өзі 50 градус. Жақсы, 50 градус, иә? Бұл ішкі бұрыш. Альфаны табуымыз керек. Қарай ғой. Бұл 50, мынау X болса, мына жағы Y деп алсам, X пен Y-тің қосындысы қанша болу керек деп айттым жаңа? 50 деп айттым, иә? Өйткені сыртқы бұрыштардың қосындысы мынау 50-ді береді. Ал енді, мынау VD бізде бисектриса болып тұрғандықтан, мынау да X-қа тең, мынау да Y-ға тең, дұрыс қой? Онда альфа дегенім 2X қосылған 2Y болып қалады, дұрыс па? Екінің жақшаның сыртына шығарып жіберсем, X қосылған Y, демек альфа нешеге тең деген сөз? 100 градусқа тең бұл. 100 градусқа тең деген сөз. Мынау 80. Келесі бір қасиетті көрсетейін. Дәл осындай суретте, біз параллель екі түзуді үшінші бір түзу қиғанда ішкі бір жақты деп айтушы едік қой. Сол кезде мен айтатынмын. Мына түзудің бір жағы деп, немесе оның екінші жағы. Тура сол сияқты мынаның бір жағындағы бұрыштардың қосындысы 40, 50, альфа. Мұқият тыңдап алыңдар. Осы 40, 50 альфаның қосындысы, балалар, екінші жағындағы 30 бен 170-тің қосындысына тең болу керек. Сонда бізде альфа 10 градус. Өте керемет. Сіз оны қайдан білесіз? Өйткені 30-ға 70 градусты қоссам 100, ал 90-ға 100 болу үшін 10 градусты қосу керек. Жоқ, ол тең екенін қайдан білесіз деймін да? Альфа демек 10 градусқа тең екен, иә? Иә, балалар, оны қосымша тағы да параллель түзулерді жүргізе берсеңдер, олар дәлелденіп шығады. Бірақ та қазір дәлелдеуге уақыт жоқ. Сендер осы бір суретті скрин жасап, жаттап алсаңдар, вдруг керек болып қалады. Енді әйтпесе қалған бұрышқа қатысты бүкіл есептер қамтылды негізі. Жақсы. Тақтаға шықсын. Дәурен ұлы Дәулет қосыла ғой. Сәлеметсіз бе, Дәулет? Есеп мынандай. Бұл есептерді осы уақытқа дейін сендер көрген жоқсыңдар, әлі мұқият қарап алыңдар. Мен табуым керек альфаны. Ол онда альфа мен 100-дің қосындысы керісінше мына 40 градус пен 60 градустың және мұндағы бұрыштың қосындысына тең болады, иә?
Қырық қосу 60 қосу мына жер. Бұл нешеге тең деген сөз? X-тің шамасы? X-тің шамасы Вертикаль ғой 80-ге. 80. 80-ге вертикаль болып тұрғандықтан ол 80 градус деген сөз бұл жер, иә? X-ім. 80 градус. Демек, Сонда бізде альфа болу керек 80 градусқа. альфа тең болу керек 80 градусқа. Жомартова Айша. Өтейін мотивациялық сабақ. Кәрім Бекзат өтейін. Так, тақтаға шықсын. Жомартова Айша онда. Жомартова Айша қалай жазылып тұрсыз? Мақсат Исламды пока что шығара берейін. Жомарт Айша қалай жазылып тұрғаныңызды айта қойыңыз. Мақсат Ислам қосыламыз. Рация апай. Сәлеметсіз бе? Ал есепті шығарып көрейік. Альфаны іздеп жатырмыз. АБД Мгм. АБД 80-ге тең, ФЕЖ 60-қа тең. Біз сонда ДСФ-ны табу керекпіз, апай. ДСФ, я ДСФ немесе ДСЕ бәрібір. Айта ғой. Бір қарағанда қиын сияқты көрініп тұр, иә? Қазір мен саған қосымша сызық жүргізіп берейінші. ВД кесіндісін мен создым. Және мына жақтан D2 түзуін де создым деп ойлайық. Создым. Мен яғни өзім есепті шығара алмай тұрсам, значит, мен қосымша бір сызықтарды жүргізуім керек, немесе созуым керек болады. Енді, мына жақтың шамасы қанша бола қалады? 120. Вертикаль болса? Вертикаль болса 60. Вертикальді не болды сендерге ұмытып? Вертикаль деген мынау. Бір бұрыштың қабырғаларының созындысы екінші бұрыштың қабырғасы болады. Міне, АОЦ бұрышы СО қабырғасын созып жібердім. Бері қарай, АО қабырғасын созып жібердім. Сонда бұл екеуі бір-біріне вертикаль. Мынау 60 болса, мынау да 60. Енді мына жақ сыбайлас бойынша 120 болмай ма? Онда мына жақта оған вертикаль болып 120 болады. Сыбайлас пен вертикаль деген ол минимум білу керек нәрселер ғой, балалар. Сонымен мынау 60 болды. Енді мен мына жердегі бұрышты тапсам, альфаны тауып аламын. Бұл жердегі бұрыш неше тең? Бұл жердегі бұрыш D1 мен D2 бір-біріне параллель болып тұр. Енді параллель екі түзуді үшінші бір түзу қиғандағы 80. ішкі бір жақты бұрыштар 180 болады деп жаңа ғана айттым ғой. 180. Болу керек болса, онда мына жердің бұрышы X 180. X-қа 80 градусты қоссам, ол 180 180. градус. Онда X неше? X-тен 100. Яғни сендер осыны көре алуларың керексіңдер. X 100 болса, онда альфа нешеге тең? Альфа қаншаға тең онда? Альфа 80-ге тең. Үшбұрыштардың, ішкі бұрыштардың қосындысы қанша градус болу керек? Үшбұрыштардың ішкі қосындысы. СДЕ-ге қарашы, үшбұрыш СДЕ. Үшбұрыштардың, ішкі бұрыштардың қосындысы 180 градус болу керек. Қанша градус жетпей тұр енді альфа бұл? 180 болу үшін 20 градус. Я ғой, енді не сіз басқа градусты айтып отырсыз? 20 градус болу қажет. түсіндік пе? Жақсы. Осындай суреттерді біз өзіміз соза алуымыз керек. Тағы бір. Сафуан. Оқушы шығып көрсін. Сафуан, қосыла ғой. Сәлеметсіз бе, Сафуан? Айтпақшы, сұрақ бар ана.
д1 екі сызық д2 деген не мағына? Параллель деген сөз. D1 түзуі А? параллель D2-ге. Параллель А. деген сөз. бір мен минус бір сияқты ма? Жоқ, параллель деген екеуі бір-бірімен қиылыспайды. Екеуінің ортақ А. нүктесі жоқ қиылысатын. Екеуі қиылысуы мүмкін. Міне. Онда D1 мен, мысалы, мынау D1 түзуі, мынау D2 болсын. А нүктесінде қиылысып тұрса, D1 қиылысады D2 мен тең А нүктесінде. Или олар бір-біріне перпендикуляр болуы мүмкін. Мына белгі 90 градус жасап қиылысса, онда мынандай белгі болады. Жаттаймыз. Мынау параллель деген сөз, мынау қиылысады деген сөз, мынау перпендикуляр болады деген сөз. Түсіндік қой, иә? Ал енді есебіңді шығара ғой. X. Иә, Руслямхан, қалай жазылып тұрғаныңызды айта қойыңыз. Ал қай жерде X дейін, онда бер жақ, мен сразу есепті көріп тұрмын, бер жағын қалай деп белгілеп аламын? Нешеге тең? 80-ге. 80-ге. Мынау жазыңқы бұрыш қой. Жазыңқы бұрыш 180 градусқа тең ғой. Қалай ол 80 болады? 80-80 болса 160 болып қалмай ма? Ойбай, не ғой, 100. Мақсат Ислам 100, иә? Е, Енді онда мына жер нешеге тең деген сөз? қай жер? Мына жер мен X, мына жер X. 100 бен 2X-тің қосындысы нешені беру керек? Ішкі бір 180. дұрыс, 180-ді беру керек. Молодец. Онда X нешеге тең деген сөз? X не 40-қа тең? Молодец. X 40-қа тең. Онда X 40-қа тең болса, уже жетейін деп қалдым есепке. X 40-қа тең болса, онда үшбұрыштардың, ішкі бұрыштардың қосындысы қанша болу керек еді? Немесе мына жаққа не болып тұр? Байланыс па? Жоқ. Үшбұрыштардың, ішкі бұрыштардың қосындысы бойынша мына X-ті тапшы. 140-қа қосам 140. Иә. Сол 180, барлығы 180 болса орғы да, сол 40 қой. Иә, 40 қой, енді соны таппай тұрсың ғой. Енді оның альфаға жеттім уже міне. Альфа нешеге тең деген сөз онда? Альфа нешеге тең? Нешеге тең? 180-ден 140. Не болды, менен сұрап тұрсыз ғой, альфа нешеге тең деп? 140 градусқа тең. Яғни кәдімгі оп-оңай есеп, просто бізге бірден бәрін бере салмайды. Мен сыбайлас арқылы мына жерді таптым, ішкі бір жақты арқылы мына бұрышты таптым, үшбұрыштардың ішкі бұрышы арқылы мында жеттім, сосын барып альфаға жеттім. Түсінікті ме? Дұрыс. Мақсат Ислам, бір қайталап қалдыңыз ба? Жарайды. Айша, Жомартова Айшаны шығарып көрейін. Келесі есепке. Айша. Жомартова Айша, қосылыңыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Ал айта ғой. Мына есептерді сабақтың жазбасын қайталап көріп, есептер дәптеріне жазып алыңдар. Мына есептерді шығарып тұрсаңдар, түсініп тұрсаңдар, емтихандағы кез келген есепті шығарасыңдар. Айша, Ал. қалай істеймін? Бізге альфаны табу керек. Көмектесейін, иә, кішкене? Иә? Иә. Альфаны табу керек, бізге не істесем болады? Онда осы альфаны іздеп жатқан жерді мен D1 түзуін созып жіберейін. Иә? Иә. Созып жіберсем, маған кішкене бір көмекші заттар пайда болады. Потому что егер мен мына жердің шамасын тапсам, сыбайлас арқылы альфаға жете аламын деген сөз, иә? Енді мына жердің шамасы нешеге тең? Мен білетін бойынша. Айта ғой, параллель екі түзуді үшінші. 50-ге. Жоқ, 50-ге емес қой енді. 50 мен осы жердегі бұрыштың шамасы 180 градус болу керек деп жаңадан бері айтып жатырмын. 130. 130, Айша, бұл жер 130-ға тең. Дұрыс таптың. 130. Онда
Вертикаль бойынша мына жақта не болады? 130. 130. Енді 130 болып тұрса, 130 бен мына x деген екі бұрыштың қосындысы қанша болу керек? Тағы да екінші рет мынау сияқты ғой, 180 180 болу керек. болу керек. Онда x нешеге тең деген сөз? 25-ке. Молодец. X 25-ке тең болу керек. Мына жер 25-ке тең. Онда мынау? Немесе мына жердің бар ғой, балалар, кез келген үшбұрыштың сыртқы бұрышы, мен сендерге айтпадым ба осыны? Оған сыбайлас емес екі бұрыштың қосындысына тең. Мысалы, мынау 40 градус дейін, мына жерді 60 градус дейін. Онда мынау қаншаға тең болады? Айша? 80-ге болады, иә? 80-ге болады. Сырттағы не болады? 100 градус болады. Сонда бұл 100 градус қайдан шығып тұр? Бұл сыртқы бұрыш қой. Міне 100 градус. Оған сыбайлас емес басқа екі бұрыштың қосындысы. 40 пен 60-тың қосындысынан 100 шығып тұр. Жаттаңдар. Үш бұрыштың сыртқы бұрышы оған сыбайлас емес басқа екі бұрышының қосындысы. Значит, мынау тура сондай. Енді бұл жерде қазір басқаша болып тұр, бірақ та оны біліңдер, иә? Сонымен мына жер қанша градусқа тең болады? 25. 130-ға 25-ті қоссам, 125. оған қаншаны қоссам 180 болады? 25-ті. Иә, 25-ті. Онда альфа нешеге тең? Альфа тең 80-нен 25-ті азайтам? 155. Жеттің ба альфаға? Иә. Жеттің, иә? Жақсы. Көп рахмет, сабыңыз. Сізге де рахмет. Талғат Нұрислам. Барлықтарыңды шығарғым келіп тұр, шын айтамын. Уақыт жетсе. Давайте. Сайлауын рахмет бар ма? Сайлауын рахмет. Сайлауын рахмет, қосыла ғой. Аяру онда. Аяру қосыла ғой. Сәлеметсіз бе? Дауысыңды шығара ғой, Аяру. Кім реакция беріп жатқан? Скрин жөріңіз. Не болды бүгін соңғы күнде? Досжан деген бір бала жүріп отыр. Досжан, не болды сізге? Сабақ қызықсыз болса, шығып кете қойыңыз. Басқа оқушыларға кедергі жасамай. Аяру, енді мына есепті шығарайық, иә? Так, қосымша сызық жүргізіп алайын. Мұғалім, ең бірінші 180-нен 70 азайтамыз ба? Не үшін? Так. Мына жерді табуым керек, иә? Мына есеп сендерге кішкене қиын болатын сияқты, өйткені бұл жерге көп не болып тұр. Мынау енді таза 7-ші класстың есебі екен. Ну, скорее всего, бұндай есеп келмейтін шығар. Не істейік, мына есепті шығарайық па, жоқ әлде мәтін есепке өтейік па? Жаңағы ең дегендегі есептерді көрсеттім. Мына жақта біз тағы да параллель түзулер көп жүргізуіміз керек. Енді бұл 7-ші класстың есебі болып тұр. Давайте мәтін есеп дайындағам, сол мәтін есептерді қалған 11 минутта шығарайық, өйткені бағанағы есепке, мына есепке қазір ұзақ отыруымыз керек болады. Мына есепті шығарып, иә, сендерге группаға салып жіберемін. Хорошо? Ал мына есепті шығарайық қазір. Өйткені 1, 2, 3. Біраз мәтін есептер бар, соларға қазір үлгеруіміз керек. Аяру? Оқи берейін ба? Иә. Пароход өзен ағысымен 3 сағатта жүріп өткен жолын қайтар жолында 5 сағат
пароходта жүріп өткен. Өзен ағысының жылдамдығы 5 км/сағат. Пароходтың тынық судағы жылдамдығын табың. Мгм. Бізде Т1 ол өзен ағысынан 3 сағатта болса, ал Т2 қайтар жолында ол 5 сағат болады. Мгм. Теңдеуін айта сала қойшы. Теңдеуі Иә. Қалай теңдеу құрам? 3 көбейтілген жақшаның ішіндегі Дұрыс. x қосылған 5. x қосылған 5. Жақша жабылған тең болады 5 көбейтілген x минус 5. X қосылған 5 тең болады 5 көбейтілген 5 көбейтілген x минус 5. минус 5, иә, молодец. Өйткені ол өзен ағысына қарсы жүріп бара жатқан кезде меншікті жылдамдықтан азайтамын. Азайтамын. X қосылған 15. 3x қосылған 15 тең болады 5x минус 25. Мгм. 3x минус 5x тең болады. Ладно. X тең болады 2-ге. Ой, 20-ға 20. Онда меншікті жылдамдық 20. 20. Тағы бір есеп көре салайық. Айару. А құбыры бассейнді 4 сағатта, ал Б құбыры 6 сағатта толтырылады. Ал толып тұрған бассейндегі су С құбыры арқылы 12 сағатта толығымен ағып кетеді. Егер 3 құбыр бірге бір уақытта ашылса, онда бассейн қанша уақыттан кейін толады? Сразу айта сал. Теңдеуін ба? Иә. Нариман. Реакция жібер. 4-тен 1, қосу 6-тан 1, Азайтамыз 12-ден 1. ағып кетсе 12-ден 1. Осыны қайталау үшін ғана қосқам, жарайды, шығара аламыз, иә, ағып кетсе. Жақсы. Рахмет, Айару. Айзере. Саламатсың. Шыға бері ғой. Айзере. Екі заттан тұратын салмағы 18 килограмм қоспа бар. Қоспадан 40 килограмм бірінші, 25%, 40% бірінші, 25% екінші затты айырып алғаннан кейін, екінші зат қанша қалса, бірінші затта сонша қалады. Қоспада әрқайсысында неше килограмм зат бар еді. Сонда екі зат болса, ол x қосылған y-тен 18-ге. 1 минут. Так, мынау шығып кетті ма не? Қайтам осылай. Иә. Сосын бірінші қоспаны 100-ден 40-та азайтамыз, сонда 60%, ол 0,6. Дұрыс. X. Дұрыс. 100-ден 25%-да азайтамыз, и 75% болады, ол 0,175 Y. Сонымен теңдеуін Енді шығарды. жүйені. Мұнда X-ті не істеуге болады? X-тен 18 азайтылған Y. Ана Сосын 0,3-ке бөліп жіберейік. Иә? 2. 2x-тен 0,175-ті 3-ке бөлеміз. 2,15. 2,15 Y. Y. Сонымен 2,18 минус Y-тен 2,15 Y. 36 азайтылған 2 Y-тен 2,15 Y. 36 тен 4,15 Y. Y-тен 36-ны 4,15-ге бөлеміз, 8. 45-ке бөлеміз, 8. Молодец. Жақсы. Осыдан X-ті тапсақ, анда 10 болады. Дұрыс. 10 болған. 10 және 8 екен, иә, жауабы. Уже Айзере мынандай есептерді оқып, сразу теңдеуін құратын жағдайға жетіпсіз, иә? Иә. Жарайсыз. Өте керемет. Сәттілік сізге. Рахмет. Келесі болып тақтаға шықсын Ербатыр. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114.
О, есепті шығарып қойды ғой уже Алихан. Ал мына есептің еріп тек қана теңдеуін ғана айтып бере сала қойшы, болды. Оқи қой алдымен есептің шартын. 25 Шұғыла, Ахмедияр, Алихан реакция жібермейміз. Біріншісін x, екіншісін y деп алсақ, біріншісі 0,13 y қосылған 0,2 y па? Сіз қосылған Y-тен 25. 25. Бірге массасы қоспаның, иә? Бірінші заттың 30%, екінші заттың 20% алып тастаған кезде, екінші заттың массасы, онда біріншісін алып тастасақ қанша болады ол? 0,7 x болады, иә? Екіншісі X болады. 20% алып тастасақ 0,8 y болып қалады. Енді керісінше, екінші заттың массасы, мына y артық болып тұр, иә, мынадан. 0,8 y-тан азайтамын 0,7 x-ті тең болды. Бұны ары қарай шығара аласыздар. Жақсы. Болды ма, өшіре берем бе? Өшіре бере ғой. Болды. Мына затты айтқым келіп тұр. Сендер дайынсыңдар барлығың. Қазір одан кейінгі бір мәтін есеп бар. Туннельдегі қозғалыс деген, оны да шығара аласыңдар. Ең бастысы, мынау туннель, поезд мынадан өтуге келе жатыр. Мына туннельдің ұзындығы мен поездың ұзындығын қосқан жолды жүретіндігін ұмытпасаңдар болды, иә? Міне, поезд ішіне қарай кірді. Мына туннельдің ұзындығын толықтай жүріп шықты, әлі туннельден толық шыққан жоқ. Шықты, енді шықты. Сонда ол мына туннельдің ұзындығы және поездың ұзындығын қосқандағы жолды жүреді. Оны сендер білесіңдер. Ал бағанның қасынан өтсе поезд, онда өзі поезд қанша метр, тура сол бағанның қасынан өткен кезде өзі қанша ұзындыққа тең, тура сол жолды жүреді. Өйткені бұл мына баған бір нүкте болып қана есептеледі. Бағанның қасынан өзі қаншаға тең. Мына шыққан жері ол жүрілген жолы деп есептеледі. Жолды жүріп келатыр, әптен әлі бағаннан өткен жоқ, міне. Сонда мына ручка неше сантиметрге тең? Сонша жолды бағанның қасында өткен кезде жүреді деген сөз. Айырмашылық сол. Сендер оның бәрін шығара аласыңдар. Сонымен жалпы бүкіл тақырыптарды қамтығанда, логиканы қамтығанда, геометриялық есептерді қамтығанда, боялған бөліктің ауданын тапқан кездегі жалпы әр тақырыпқа 100 есептен құрастырғанмын, бір-біріне ұқсамайтын, солардың барлығынан сендер өттіңдер. Яғни сендер мүмкін болатын бүкіл есепті көрдіңдер. Маған жазатын тілектерің болса жазсаңдар болады. Тілектерің емес, енді біздің бүгін ништағы соңғы сабағымыз. Біз жалпы математикаларын сендердің өте мықты. 6 кластың базасы бойынша 7 класста сендер қиналмайсыңдар. Тура осындай темппен оқысаңдар 7 класста алгебра, геометрия деп бөлінеді. Сол кезде де жақсылап оқысаңдар, жалпы не только 7 класста, 8, 9, 10, 11-де де тура осылай, қазір қалай күні-түні есеп шығарып жүрсіңдер, қазір қалай күні-түні оқып жүрсіңдер, тура осы темппен оқу керек. Осы темппен оқуларыңды тоқтатпаңдар. Өйткені мектеп қабырғасында алған білімдерің ол өмір бойы қалады миларыңда. Апа, сіз сағынатын боламыз. Мен де сағынатын боламын сендерді. Апа, общий бір зат айтып жіберіңізші. Осы жерде отқандардың барлығын биылғы РФМШ-ға нишқа түсіп кеттіңдер, әумин. Көп рахмет, иә? Рахмет. Мотивациялық сабақты ертең давайте бір түскі уақытқа қояйық. Кішкене сендердің қорқыныштарыңды басу үшін. Давайте ертең сағат 2-ге қойсам болады ма? Сағат 2 ыңғайлы ма? Естен ба? Иә. Өйткені барлықтарыңызда сабақ жоқ қой. Болады жалпы. Сағат 1-де менде сабақ бар, 2-де мен босаймын как раз. 2-де өзіміз отырып бір әңгімелесейік. Сендердің қорқыныштарыңды басу үшін өзім қалай тест тапсырғаным жайлы по-любому айтайын, осыдан бері айта алмай жүрген едім осы уақытқа дейін. Өйткені уақыт өте тапшы, мен дайындайтын есептер
жаңағы биллдің есептері, РФМШ-ның күнделікті интенсивті өтіп жатқан есептері, солардың барлығы менде уақыт жоқ болды. Сондықтан ертең 2-ге нақты қоя салайық. Мен как раз бірден сабақтан шыға салып, 2-де мен сіздерге зумның сілтемесін жібере қоямын. Жарай ма? ертең психолог сияқты айтасыз ба? Психолог. Психолог сияқты айтайын, мен психологпын бір жағынан. Жарайды ма? Осы жерде есеп шығармаймыз, просто сендерге айтамын, күшті заттар айтамын, кіруге тырысыңдар. Жарай ма? Болды, енді бүгін біз жалпы қайталадық. Мен жалпы анализ жасап, не затты өтпей қалдым деп ойлап, сол жаңағы есептерді қостым. Ертең Серікболсын ағай тағы да сіздерге өтеді, сабақты бекітеді. Сонымен біздің 7 айлық курсымыз аяқталады. Барлықтарыңа рахмет. Түсесіңдер. Назерке апай, түстім, осынша балл жинадым деп маған жазып сүйінші сұраңыздар. Жарайды ма? Бұйыртса емтихан кезінде тағы да мен группаға жазатын боламын. Ең бастысы қобалжымау. Балалар, бұл қатты бір мен қайтсем де түсуім керек, мен түспесем болмайды деген зат емес. Өйткені бірақ ондай да мотивация болғаны жақсы. Алда сендерде әлі сынақ көп. Бұл тек қана сендердің білімдеріңді тексеретін ең кішкентай бір ең сынақтардың, емтихандардың баспалдағы ғана. Ертең УБТ тапсырасыңдар. Университеттегі каждый, мен Мехматта оқыдым, Казгудың әрбір сессияның өзі дәл осындай сынақ сияқты қиын болып өтетін. Ол жақта бұдан да қиын болады. Сондықтан қорықпай, кәдімгі сынақ тестінде, пробный тестте тапсырып жүрген есептер сияқты тапсырыңыздар. Мен де сіздерді сағынамын. Көп нәрсе үйрендім дейді. Көп рахмет. Барлықтарыңды қимаймын. Нишқа түсіп кетсеңдер де жазып тұрыңдар. Менің ништағы оқушыларым әлі күнге дейін жазады. Апай, 99% болып тұрмын, 100% болып тұрмын. Қараңызшы, мен алгебраны да, геометрияны да мықты үйреніп алдым деп. Сондықтан бір-бірлеріңе тек қана қолдау жасап, бір-бірлеріңді түсіп кетулерін тілеңдер. Өйткені әрқайсың әр қаладасыңдар. Бір-бірлеріңе конкурент емессіңдер. Солай айтқым келгені. Бұйыртса ертең сағат 2-де тағы да өзіміз отырып шәй ішейік форматында сөйлесетін боламыз. Жарай ма? Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Конкуренция Астанада және Алматыда. Әрине барлықтарың көп затты үйрендіңдер. Кейбір біз өткен тақырыптары 7-ші кластың тақырыптары. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.